представление спортсменок. Синий угол. Ей 18 лет, рост ее 158 сантиметров, официальный вес 52,7 килограмма. Ее профрекорд 3 победы при одном поражении. Она мастер спорта по ММА, мастер спорта по грэпплингу, чемпионка Кыргызстана по ММА. Из Кыргызстана встречайте ее, Анеля Токтогонова! Ее соперница красный угол. Спортсменке 26 лет, рост ее 164 сантиметра, официальный вес 52,3 килограмма. Ее профрекорд 5 побед и 2 поражения. Она кандидат мастера спорта по панкратиону, кандидат мастера спорта по универсальному бою, чемпионка России по панкратиону. Поприветствуйте ее из России, Марина Шутова! Формула боя 3 раунда по 5 минут. Рефери в октагоне Бауржан Жуманов, Узбекистан. На середину. Поприветствовали. Девчонки, правила боя знаете? Не нарушаем. Слушаем мою команду внимательно. За шорты, футболку, сетку не хватаем. Покажите честный и красивый бой. Пожали руки. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Анеля Токтогонова, Марина Шутова. Турнирдің 6-шы жекпе-жегі. Ең жеңіл салмақ, яғни strawweight. Кәсіпқой арасында ең жеңіл. Внимание, первый раунд. Алғашқы раунд. Солақай Токтогонова. Күреске бейім. Анеля, сондықтан тұрысынан ақсынуге болатын шығар. Ал Шутованы көріп отырсыздар. Аяқта тұр байқасуға. Бүйрегі бұрт тұрады. Бұдан не шығатын көрек ме? Бұдан жасырғанда жоқ өзінде. Мойынды қысып алды Шутова. Конечно же, удастся ли сейчас провести гильотину? Жоқ, қылқындыру екі талай. Нет, не получилось. Ау бастан ақ түсінікті болды. Ал енді Токтогонова не істейді? Гартайн алып өту керек. Тұрғызуға болмайды. Шутова бірақ теряет позицию. Позиция алмасып үлгерді. Токтогонова әзірше тасқалақтап жатқан жоқ. Бұл үйреншікті позиция. Тордан тіпті аяғымен тіреліп бар. Қорған алды. Ал Шутова кімге қарсы айқасып жатқан түсініп отыр. Сондықтан міне бірден жапсып алған қарсыласына байқасаң. Да. Максимально сейчас пытается удержать свою оппонентку в партере, лишая возможности что-то сделать. Басымен октагонның торына тіре деген кеңес естіп отырмыз. Міне қолды әдіске салып көрді. Бұл жерде армбар көздегені жоқ. Әзірше әдіс жасалуы екі талай. Шутова қазір қарсыласын дәл осы позицияда ұстап, төрешінің ескертуінің арқасында аяққа тұрып кетуді көздеп отырған шығар. Міне қорғаны алды. Токтогонова тіпті өзінің көздеген әдісін жасырғанда жоқ. Сол себепті де шығар. Қазір Марина еш қиындықсыз қорғаны алды. Партерде қатты бір белсенділік көріп тұрған жоқ. Біз ресейлік спортшының орындауында. Міне тағы да. Баспен қарсыласының басына тіреліп алып, кеңістік бермей. Шабуылдауды ал Токтогонова болса тағы да армбар көздеп отыр. Бұл жолы шығуы мүмкін тіпті. Сәл ғана жақын қалды. Жоқ. Уақытында бұны сезіп қалды. Но тем не менее вернула в стойку.
Иә, бұл Шутова үшін өте дұрыс шешім. Партерде өзін бір ыңғайсыз сезінетін байқап отырмыз. Сондықтан жердегі күрестен аулақ болайын деп шешкен екен. Шутованың стилін ескере отырып, біз бұны әрине құптаймыз. Бұл Маринаның мүддесіне қарама-қайшы. Ал Токтогонова керісінше қазір не болса да қарсыласын құлату керек. Тағы да бір аяқ ұмтылады ма? Я думаю, что необходимо сейчас именно подключать борьбу. Міне қимылдарынан ақ байқауға болатын шығар. Токтогонова аяқта тұрып айқасуға бейім спортшы деуге келмейді. Ал Шутованың міне қимылын байқап отырсыздар. Соған қарамастан бір-бірлеріне бата алмай отыр. Шутова жақындаса бірден қарсылас аяққа ұмтылатынын түсініп отыр. Токтогонова жақындай кетсе бірден оңдырмай соққы алатынын біліп отыр. Міне, аяқтан ұстады. Проходит в переднюю ногу. Өте жақсы. На этот раз удалось. Қалай дегенмен Токтогонованың орындауындағы грэплинг, ол ең алдымен шабуылдайтын грэплинг. Бэкмаунт. Жоқ, ұстап қала алмады, бірақ өте жақсы қорғаныс көрсетіп отыр Шутова. Естеріңізде болса, жеңіске жеткен үш жекпе-жегінің барлығын қарсыласын арқасының қылқындырумен аяқтаған Токтогонова. Егер қазір бэкмаунт беріп қойса, жағдай қиындап түсер еді Маринаны. Грэпплинг достаточно хороший у Анели. Мы это видели и по ее предыдущему поединку. Бірақ оның грэплингі шабуылдайтын грэплинг. Яғни үстінен жұмыс жасайтын көрінді. Арқада жатып қалай дегенмен сәл ыңғайсыздау екенін байқап отырмыз. Күресу көбінесе қарсыласын үстінен аяқта айналып өтіп, позиция алып шабуылдайтын. Яғни ММА-ге бейімделген. ММА-ге бейімделген грэплинг. Атакующий позиционный именно свет. Ал бұндай бір енді таза бір грэплингке келетін болсақ, көріп отырсыздар, міне Шутова қорғаныстың басты қағидаларын ұстанып отыр. Міне еш қиындықсыз қорғануда, әрдайым қарсыласына жақын отырады. Басын тіпті тіреп алып қорғануда, міне тағы да арым бар, бірақ оған күш кетудің не қажеті бар, уақыт тапшы. Бұл жерде уақыт жетпейді. Последние секунды оставались. Бірден Шутова басымдылыққа ие, қарсыласын ығыстыра бастады. Ал Токтогонова түсінуімше тағы да аяққа ұмтылады. Жоқ. Қарсыласының шабуылдарын көріп отыр. Шутова да қашықтықтан шабуылдағанды жөн көреді. Сәл жақындай кетсе, Токтогонова бірден аяққа ұмтылады. Да, тут, конечно же, Шутова побаивается именно входа в ближнюю дистанцию. Но единственная угроза со стороны Анели Токтогонова — только лишь проход в переднюю ногу. Захват передней ноги, дальше она абсолютно не... Сама, обратите внимание, что не создает такой момент, где она может провести захват. Ждет, выжидает, когда начнет атаковать Шутова, и затем просто прихватит ногу, пытается провести тейкдаун. Міне, алғашқы соққылардың бірі Токтогонованың дәл тиді, сәл босаңсып қалған сияқты. Шутова дәл бұндай мәнерде аяқта тұрып айқаста Токтогоновадан қауіп сезбегеннен кейін сәл босаңси бастады. Шутова күреске көп көңіл бөліп, алла. Анеля сәл көп үзіліс алып қойған сияқты. 2 минуттай уақыт болды раундтың басталғанына. Бірақ қырғыз спортшысы әзірше күресуге асығар емес, бір қызығы. Шутова да бата алмай отыр қарсыласына. Да. Активности мало так во втором раунде.
И снова у нас попытка сейчас проведения тейкдауна от Анели Токтогоновой, но Шутова здесь останавливает попытку. Амалсыздан алыс қашықтықтан соққы жасауға мәжбүр болды. Тейкдаун жасауға, кешіңіздер. Акбалаева мен Савичеваның жекпе-жегіне ұқсас, е? Да, но там хотя бы Савичева наносил удары ногами. Была поактивнее. Здесь же все-таки... Бұл жақта, екеуінің де тарапынан белсенділік өте төмен, әсіресе екінші раундта. Рефери міне тіпті қазір жекпе-жек барысына араласып екеуіне де ауызша ескерту беріп отыр. Өте жақсы. Аяқтан ұстады, бірақ Шутова қорғаны алды. Клинчтен не істеді? Токтогонова қарсыласын құшағынан шығарғысы келмейді. Бұл оның жақсы мүмкіншілік екенін түсініп отыр. Сондықтан ары қарай күресе беру керек. Бірақ физикалық тұрғыдан басымдылығы бар Шутова, міне көріңіздер. Қолды екі қолтықтың астына салып, еш қиындықсыз қарсыласын торға тіреді. Колено в голову от Шутовой. Көріп қалды, соққы жасауға мүмкіншілік бар екен. Видела этот момент Марина. Тағы да Дзе. Әлде қайда тәжірибелі екені көрініп отыр Шутованың. Тейкдаун жасай алады. Қайта. Әдіс жасауға талпынуда, міне тағы да. Дзе. Минута остается до окончания. Қолдарын ұстады, қолдарын қысты міне, бір-біріне. Клинч жасай алды бұл жерде. Токтогонова, бірақ бірнеше секундқа ғана. Міне тағы да Дзе. Жақсы жұмыс атқарып шықты енді. Арина Шутова. Ну, сложно будет судьям точно оценивать этот поединок. Токтогонова соңғы секундтарда тағы бір тейкдаун жасап көреді. Жоқ. Қарсыласынан бұлай атылуын түсіндіру қиын. Да, конечно же, с ударной техникой большие проблемы у Анели. Әлде қайда жинақ. Арина Шутова өзіне не керек екен, қай уақытта қандай соққы жасау керек екенін біліп отыр. Да. Және өте салқынғанды. Қолдармен қалай соққы жасайтынын байқап отырған боларсыздар. Ну, здесь, конечно же, можно сказать, что Анели не работает. Ну и Шутова в том числе мало активности показывает, демонстрирует, особенно на протяжении 2 раундов. Делает минимальное количество действий для того, чтобы каждый раунд судьи, возможно, посчитали в ее сторону. Шутова тек қана қарымта шабуылдар жасайды, байқасаң, өзі қатты шабуылдай қоймайды. Токтогонованың шабуылдағын күтіп алып, жауап қайтару болды. Басқа ештеңе жасамайды. Знаешь, вот двойка — это когда ты не разобрался с управлением. Играешь, знаешь, вот в бои, приставки. Часто вот опять. Қарсыласынан 1,5 метр қашықтықта тұрды, Да. На самом деле, шутки в сторону, но тем не менее, вот сейчас Шутова должна, конечно же, прессинговать, более уверенно работать. Она почему-то также вот вторым номером пытается работать, хотя на самом деле, ну, в ударной технике, я думаю, превосходит она свою соперницу. Күресте де біраз шаруа тындырды. Қорғанды. Токтогонова 1,5 минут бойы әзірше 1-1 тейкдаун жасауға мүмкіншілік бере алмады. Не? Вот сейчас попытка. Байқасаң, әрдайым бір аяққа ғана шабуыл жасайды, бір аяқтан ұстап тейкдаун жасамақшы. Міне қазір мықтап ұстаған сияқты. Пытается стянуть свою соперницу в партер. Анеля. Бірден кеудеден ұстауға мәжбүр. Басып тастады қарсыласын шабуылдың. Бұл жерде тіпті өз еркімен қарсыласын құлата алмағаннан кейін гардқа тартып алған сияқты болып көрінді маған. Токтогонова не болса да тәуекел.
Гарттан бірдеңе тындайын деп шешкен болу керек. Енді мүмкіншілік бар. 2,5 минуттай уақыт бар. Осы жерден бірдеңе жасау керек. Хотя бы какие-то шансы на победу есть, да, досрочно. Иә. Паркер. Бірінші раундтың соңында көрдік. Тәп-тәуір арым бар, бірақ уақыт жетпей қалды. Ол жерде бәлкім қазір соны қайталап көреді. Бірақ Шутова бұның барлығын біледі, әрине. Және кеңістік бермейді. Қарсыласының кеудесіне басымен жабысып алған. Және біртіндеп Халгард позициясы қарсыласының аяқтарын айналып өтуге жақын қалды. Бұл жерде қауіп сейіле бастады. Әрине Шутова қазір толықтай басымдылыққа ие. Қайта-қайта айналып. Оны тоқтатар емес. Кимура грип. Қарсыласының қолын жоқ. Ұстай алған жоқ. Бұл жерде болды. Иықтан болмағанда ауырту болмаса да иықтан ұстап аударуға талпынды. Халгардтағы да жартылай. Жартылайша айтатын болсақ қазақшалап. Және дәл сол позиция қайтып оралды. Өте белсенді грэплинг, әрдайым позиция алмасу. Шутова қарсы емес негізі. Міне тағы да армбар көздеп отыр, бірақ шынтақтарын екі жаққа қаратып алған Шутова көрдіңіздер ме? Қарсыласының шабуылын бірден алдын алып отыр. Шынтақты екі шынтақты екі жаққа қаратып бастаған. Бұл дәл осындай қолға ұрту, не үшбұрыш әдісінен қорғанудың ең басты алғы шарттары. Егер қолдарыңды кеудесіне қойып жерсең, шынтақтарын бір-біріне жақын ұстасаң, онда қарсыласың әдіс жасап кетуі мүмкін. Да, тут есть риск именно атаки снизу со стороны Анель. Мне. Вот сейчас готовит, но увидела эти планы Шутова со стороны соперницы. Не тағы да. Бірақ шынтақты көрдіңіздер ме? Сол оң қолдың шынтағы қай жерде екенін көрдіңіздер ме? Бұл шынтақты сәл ортаға қарай тартып алса, Токтогонова әдіс жасай алыр. Но здесь уже времени не дали, на самом деле. Работать рефери поднимает, возвращает бойцов в стойку. Соңғы 30 секундта енді бір қатты өзгерістер бола қоймас. Еш жасырмай. Токтогонова ұмтылды. Тейкдаун. Оформляет тейкдаун. И теперь уже 20 секунд остается. Удастся ли сейчас оформить досрочную победу? Соққы жаудырудың керек жоқ. Сабмишн іздеу керек, менің ойымша. Керек емес. По всей видимости, готовит армбар, я так понимаю. Нет. Решила все-таки нанести удары. Тым кеш оянды. Жоқ, Шутова қорғанып шығалды. Соңғы секундтарда. Міне осылайша. Ну вот этот эпизод, конечно же, не сможет принести победу. Итак, друзья, уважаемые зрители, прежде чем я расскажу о решении судей, я прошу еще раз поддержать спортсменов. Итак, внимание! По итогам трехраундового поединка объявляется ничья.